Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Ол 3-ші сабақ. Заттар және олардың қасиеттері бөлімі. Сабағымыздың тақырыбы ауаның қандай қасиеттері бар. Сабақтың мақсаты ауаның қасиеттерін сипаттауды үйренесің. Бүгінгі сабағымызда қолданатын тірек сөзіміз ауа. Парақты қатпарлап бүктеп, желпеуіш жаса, желпеуіштің көмегімен айналада ауаның бар екенін қалай дәлелдеуге болады? Желпеуішпен сермегенде бетімізге салқын ауа келеді. Міне осыдан ауаның бар екенін дәлелдеуге болады. Адам демалған уақытында даладағы желдің әсерінен жүгірген уақытта немесе велосипедпен жылдам сырғанағанда айналада ауаның бар екенін анықтай аламыз. Ауа жансыз табиғаттың бір бөлігі, табиғи газдардың қоспасы. Сен оны көрмейсің, ол мөлдір әрі түссіз. Ауа бүкіл бос кеңістікті әрбір саңылауды толтырады. Оның дәмі де, иісі де жоқ. Ауаны қолмен ұстай алмайсың. Ауа барлық тірі ағзаларға тыныс алу үшін қажет. Екінші тапсырма, мәтіннен ауаның қандай қасиеттері туралы білдік. Схеманы толықтыр. Ауаның қасиеттері: иісі жоқ, кеңейеді, жылуды нашар өткізеді, сығылады, мөлдір, дәмсіз. Үшінші тапсырма, мына тәжірибелерді жүргіз. Олар нені дәлелдейді? Бұл тәжірибелер кез келген жерде ауаның бар екенін дәлелдейді. Мысалы, бос стақанды айналдырып суы бар ыдысқа салғанда суда көпіршіктер пайда болады. Ауаны қайнатқанда немесе ішіне бір затты салғанда көпіршіктер пайда болады. Көпіршіктер бұл ауа. Ауа айналаның барлық жерінде болады. Далада, бөлмеде, суда. Төртінші тапсырма, саған сыйлыққа шары сыйлады ма? Суреттерге қара, неліктен бұлай болатынын түсіндір. Суреттерде ауаның қандай қасиеті көрсетілген? Демек, кеңейеді, сығылады ауаның қасиеттері. Суретте ауаның сығылу және кеңею қасиеттері көрсетілген екен. Ауа жоғары температурада кеңейеді, себебі ауа жылып бастайды. Оның молекулалары температураның жоғары болуынан тез әрі қатты қозғала бастайды. Сол себепті олар кеңістігін кеңейтеді, ал төмен температурада ауаның молекулалары баяу қозғалады, сондықтан ауа сығылады. Бесінші тапсырма, 2 стақанға ыстық су құйылған, 1 стақан әйнек пластинамен, екіншісі пластина және әйнек колбамен жабылған. Қай стакандағы су жылдам суиды? Болжам жаса. Болжамыңды мәтіндегі ақпаратпен араста немесе теріске шығар. Менің болжамым, 1 стақандағы су жылдам суиды. Болжамым мәтіндегі ақпаратпен сәйкес келді. Әйнек колбамен жабылған стақандағы су қызуын ұзағырақ сақтайды. Оның себебі стақан мен колба қабырғаларының арасында ауа болады. Ауа қабаты жылуды сыртқа шығармайды. Сондықтан үйдің терезесіне 2 қабатты жақтау орнатылады. Құстар мен жануарлар денелеріндегі жылуды ауаның арқасында сақтайды. Ауа қауырсын мен мамықтың арасында болады. Ауа жылуды нашар өткізеді. Сен білесің бе, республикамыздың солтүстік өңірлерінде бидай, арпа және қара бидайдың қысқы сұрыптары өсіріледі. Тұқым топыраққа көктемде емес, күздің басында себіледі. Алғашқы аязға дейін егін көктейді. Кейін қалың қар егінді аяздан қорғайды. Қыс бойы өсімдіктер қалың қардың астына жатады. Жазда егінді жинауға болады. 6-шы тапсырма, осы қасиетті тағы қайдан байқауға болады? Күнделікті тұрмызда қолданып жүрген шәйнек, шыныдан жасалған ыдыстардан көруге болады. Оларды жылуды нашар өткізетін заттардан ыстық кезінде қолымызды күйіп қалмау үшін арнайы жылуды нашар өткізетін заттардан жасайды. 7-ші тапсырма, адам ауаның түрлі қасиеттерін қалай пайдаланады? Қосымша ақпарат көздерінен оқы. Ауа қабаты жылуды сыртқа шығармайды, сондықтан үйдің терезесіне 2 қабатты жақтау орнатылады. Сонымен қатар жоғарғы температурада ауа кеңейеді. Адамдар ауаның осы қасиетін тәуелшатын пайдаланғанда қолданылады. Ауаның қасиеттерін аты. Ауа түссіз, иіссіз, салмағы жеңіл болады.
Сонымен бірге ол серпіледі, сығылады, жылу сақтайды. Екінші, ауаның қандай қасиеттері арқылы аспандағы құсты көреміз? Қыста неге қалың күртемен тоңбаймыз? Ауа түссіз, осы қасиет арқылы аспандағы құстарды көреміз. Қалың күртем анық жүннен тұрады. Оның арасында ауа болады, ал ауа жылуды сақтайды. Сол себепті қыста қалың күртемен тоңбаймыз. Үшінші тапсырма, неліктен қыстың аязды күндері торғайлар қауырсындарын үрпитіп отырады? Себебі торғай қыста қауырсындарын үрпиту арқылы денесіндегі жылуды сақтайды. Соның көмегімен аязды күндері тоңбайды. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.